жалғанның жауһар лағынын сұрап азапқа жүрсің, бәрібір шыдап махаббат майдан. Жүрек жауынгерді көр, тағы бір сынап. Жауынгерді көр, тағы бір сынап. Түймедей баққа таңырқай берме, инедей мұңды найзадай көріп, жауатын бұлттай жабырқай бермей, жарқ ете қалшы найзағай болып, жарқ ете қалшы найзағай болып. Бұл біздің міне би алаңымыз. Кейде өз көңілімізді өзіміз осылай көтереміз. Әсіресе мына Төреғалидың мына әні бізге жақсы әсер етті. Осы ән әрқашан біздің жол серігіміз, көңіл күйіміздің құлақ бұрауы. Әсіресе ұзақ жолға шыққан кезде осылай жолды қысқартамыз. Әдемі дискілерді қойып, жақсы әндерді тыңдап. Бүгін қазір әнді айтып болайық, содан кейін. Түймедей баққа таңырқай берме, инедей мұңды найзадай көріп, жауатын бұлттай жабырқай бермей, жарқ ете қалшы найзағай болып. Жарым Бала-Шағамның анасы Қаракөзімнің туған күні. Қыздың жасы 18, бірақ осы бір жарты ғасыр бұл ұлы көштің бір көркі. Әр отбасы ұлы қазақ даласындағы мәңгілік елдің ұлы көшінің бір көркі. Міне сол көрікті көшті үлкен көштен қалдырмай, реңін жоғалтпай, Бала-Шағамыздың қазақы тәрбиесімен, өзіміздің ұлттық ұстанымымызбен алып келе жатқан жайымыз бар. Міне осы бір ғұмыр әр адам баласының басында болғанымен, біз үшін бұл бір ерекше кезеңізбен, жақсы дос табуымызбен атап өткіміз келеді. Құда қаласа, осы айдың 26-сында үлкен дастарханымыз. Қаракөз жаным, туған күнің құтты болсын. Денің сау, отбасың аман, атанаң қасыңда болғай, жасара бер. Тырысамын. Ғұмырдың шаттығы да, соның негізгі өзегі де болды. Соның негізгі өзегі де бұл отбасы. Сондықтан осы бір жолдағы қалмай, шаршамай, сенің жақсы көңілді күйде келе жатқаныңды Алладан өтінеміз.